Reddit қолданушылары қандай тарихи ұят немесе ыңғайсыз фактілерді білесіздер? Ежелгі грек әскерлері бір-бірімен жыныстық қатынасқа түскен. Олар бұл өзара қарым-қатынасты жақсартады деп ойлаған. 1913 жылы ақш заңдарында кішкентай балаларды пошта арқылы жіберуге болады деген ақымақ заң болған. ақш әскері Усама бен Ладеннің үйінен Том мен Джерри, хентай, 3D порно видеолар және бір түрлі кинолардың дискілерін тауып алған. Наполеон өлгесін біреулер оның мүшесін кесіп алған. Кейін 20 ғасырдың соңында көпшіліктің назарына қойылған. 1927 жылы біреулер сол туралы ақпараттар мен суреттер жинақтаған. Сенің атаң мен әжең жыныстық қатынасқа түскен. Аға, білеміз. Бұлай ойлап қарасаң миға қонымсыз нәрсе сияқты. Ежелгі Римде ер адамның мүшесінің көлемі кіші болғанын қалаған. Олардың ойынша мүше көлемі кіші болған сайын ол адамның ми көлемі, яғни ақыл ойы көп деп есептеген. Ежелгі мысырлық әйелдер жүкті болып қалмас үшін қолтырауының боғын пайдаланған. Олар жыныстық қатынас кезінде мүшенің ішіне боқты жағып алған. Қолтырау боғы қышқыл болғандықтан ұрық тез өліп қалған. Міне, кейде тарих туралы ештеңе білмегенде дұрыс. Британдық ғалымдар пингвиндер туралы ақпараттардың көбін жасырып тастаған. Бізге еш жамандығы жоқ сияқты болып көрінген пингвиндер нағыз зұлым жануарлар болып шықты. Олар басқа пингвиндерді зорлап, өліктерін қинап, балаларын зорлайтын қылықтары бар болып шықты. Ежелгі Грекияда зәйтүн майын көп пайдаланған, бірақ тамақ жасау үшін емес, басқа мақсатта. Кім түсінді? Франция президенті Феликс Фор 1899 жылы жұмыс кабинетіне жыныстық қатынас жасап жатып өліп кеткен. Жалпы елдің бірінші адамы бола тұра бұлай өлгені оны бірден күлкіге айналдырды. Осман империясында гаремдегі әйелдер мастурбация жасамас үшін қиярды турап беретін болған. Наполеонның әйелінің құрбысы болған. Ол мемлекеттік басшылардың көбімен төсектес болған үшін мемлекеттік жүзікші деген атқа ие болған. Антони ван Ливенгук микроскоптың атасы болып саналады. Биология сабағында бізге оның түрлі заттарды микроскоппен зерттегені туралы айтады. Бірақ шындығында ол біріншімен өзінің ұрығын қараған. Оның ойынша ұрықтың ішінде көп кішкентай адамдар жүреді деп есептеген. Влацепе жаулап алынған жердің әскерлерін өлтіріп, киімдерін шешіп, ұзын найзаны өлі әскердің аузынан тығып, көтінен шығарып біліп қойған. Оның мақсаты жауды одан сайын қорқыту. Тағы да ежелгі Мысыр. Мысыр фараондары Ніл өзеніне өзінің ұрықтарын ағызып отырған. Олардың ойынша солай жасаған кезде өзенде балықтар көп, жанында егін жақсы өседі деп есептеген. Наполеон соғыстан қайтардан бір ай бұрын әйеліне хат жазған. Хатында нақты не айтылғаны белгісіз, бірақ ол әйеліне сәл жуынбай күтінбей жүр дегенде айтқан. Оны жақын танитындардың айтуынша оның сондай бір түрлі вкустары болған екен. Осындай темаларды оқып отырып, танымал адамдардың көбі бір түрлі ұятсыз болғанын біліп жатырмын. Соғыс уақытында Жапон әскерлері Қытай және Филиппин жерлерін жаулап алған болатын. Ең жаманы, олар басып алған жердегі жас қыздарды ұрлап әкетіп зорлаған. Кейін тіпті өз әскерлеріне бордель ашып берген. Біріккен ұлттар ұйымы соғыстан кейін жапондықтарды осы іс бойынша тергеген болатын. Олар ондай нәрсе жасамадық деп ақталды. Өкінішке орай, ол жерде болған қыздардың ешқайсысы тірі қалмады. Монғолдар 1345 жылы биологиялық қару пайдаланған. Олар өздерінің өлі әскерлерінің шіріген денесін шабуыл жасап жатқан қалаға қарай лақтырған. Шіріген денеден шыққан микробтар жабық қаланың ішінде тез тарап, адамдар аурудан өлген. Француздар мен Вьетнам арасындағы соғыс жылдары француз генералы жаулап алынған жерлердегі базаға өзінің жүзікшілерінің атын берген. Кейін Пойнт Беатрис атты базаны жаулар бомбалағанда генерал депрессияға түсіп атылып өлген екен. Бұрынғы заманда есінен талып қалған адамның көтіне түтін үрлейтін болған. Түтін үрлеу арқылы олар адам есін жинай алады деп ойлаған. Бассейн, көлдердің жанында басында түтігі бар үлкен түтін айдағыштар тұрған. Олар суға батқан, талып қалған адамдардың көтіне түтік тығып, темекі секілді нәрселерді жағып түтін үрлеген. Ал сен қандай басқа да бір түрлі немесе ұятсыз фактілерді білесің? Комментарийға жазуды ұмытпа. Және де видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді де ұмытпа.